Армысыздар, құрметті тыңдаушыларым. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Ұйқы сүйкімді дұшпан. Кім айтса да тауып айтқан екен. Ұйқының кесірінен ұшақтан қалып қойдым. Таңертең ерте тұрайын-ақ деп жатқан едім. Енді міне жан ұшыра вокзалға жүгіріп барамын. Ұшаққа ақша жоқ. Амал жоқ, пойызбен бару керек. Ұзын сонар кезекке тұрдым. Жалынып жалпайып жүріп, бүгінге билет алдым. Асығып-үсігіп вагонға міндім. Маған неге екені белгісіз, ылғи 9-шы орын бұйырады. Бірақ ешқашан жайсыз болып көрген емес. Көршілерім жаман болмайтын. Бұл жолы да қасыма әңгіме айтар жақсы адам бар шығар деген сеніммен купеме бас сұқтым. Тізіліп 3 қыз отыр екен. Күлімдей амандасты. Шамасы студент қыздар. Төменгі курста оқитын сияқты. Манағы ұшақтан қалып қойғаным лезде ұмытылып, көтеріңкі көңіл күймен орныма жайғасуға кірістім. Мен ойлағандай-ақ 2-ші курста оқиды екен. Басында қысылып, бір ортаға отырған қыздар аз уақыттан соң ашылып сөйлесе бастады. Ойқастай тастаған әзілдеріне қарағанда біраз нәрсені көрген қыздар сияқты. Шұбарлан сөйлеген сөздері мен жасанды қимылдарына қарап, қала клубтарын жоқтатпайтын қыздардың қатарынан болар деген ойға келдім. Міне, еріне сөйлеп, зорлана жауап беріп отырған қыз Балым, Атыраудан. Қалған 2 құрбысына қарағанда тәкаппар. Өзін басқаларға қарағанда бір саусағы артық санайтын сияқты. Жаңа ғана ауыстырған киімінен анарының тым үлкен екенін аңғардым. Тік маңдай, қыр мұрын, биік қабақ. Еріндері жұқа келген ашуланшық адамның ерні солай болып келеді. Татуаж өзіне тым үйлесімсіз сияқты. Таспен қашалған суық мүсін сияқты. Осыншама сұлулықтың бір жылуы жоқ. Жылуы жоқ сұлулық тартымсыз келеді. Итеріс үшінде. Шашы қалың қап-қара. Мақсат құмар қыз. Үлкен анар, түзу аяқ, қыпша бел. Өзін қатты күтеді. Романтикадан гөрі итеріске жақын сияқты. Екіншісі Маржан. Шашы соңғы үлгіге сай қиылған қысқа. Бұл шаш үлгісінің қалай аталатынын білмеймін. Бірақ өзіне әдемі жарасады. Көздері үлкен, ойнап тұр. Жаңа ауыстырып, топик пен шорты киді. Сандары толық екен. Көтені томпайып, құмарлықты қостыратындай. Анары аса үлкен емес. Бойын тік ұстайды. Соған қарағанда беден едәуір хабары бар сияқты. Үшіншісі орыс тілді қыз. Есімі Дамира. Көзілдірікті, тым нәзік. Үстіне сусымалы жеңіл көйлек, не болмаса халат киді. Онысының кеудесі тым ашық. Тосақанша томпиған қос анардың жартысына дерлігі көрініп тұр. Мінезі, биязы, әзіл қой. Дегеннен ақ менің әңгімем Дамирамен жараса кетті. Пойызда әлгі 2 күн боламыз. Осындай аршын төс, аққұба қызбен бір аунап тұрсам, артық болмас еді. Ұзақ күн таныстықпен өтіп кетті. Кеш бата Дамира екеуміз иық тірестіре отыруға жарап қалдық. Тығып ішіп отырған сыраның буы ұрып, Дамира ашыла түсті түнге қарай. Тамбурға шығып, жеке қалған сәттерде аймаласып жүріп жатар кезде әбден қиналдым. Бір жақсысы орнымыз төменде. Түннің бір уағында оянып кеттім. Бәрі ұйықтап жатқан сияқты. Терезеден түскен алакеуім жарық Дамираның мүсінін арнық көрсетті. Томпақ көті мен мұндалып, ет бетінен жатып ұйықтап жатыр екен. Жақындай бере қолымды сөздім. Көтінен бір сипап өттім. Денесі бір діріл қағып, әрі қарай ұйықтай берді. Кенет оның анарын ұстағым келіп кетті. Құмарлық бойымды билеп, қысқа етектің астына қолымды сүңгіттім. Денесі жұп-жұмсақ екен. Аппақ санын сипалай, ұятсыз қолдарым жоғары қарай жылжыды. Саусағым трусидің шетіне ілікті. Көйлектің етегі түріліп, ашық түсті труси анық көрінді. Менің айғырым бас көтеріп шортыны тесіп шығардай болды. Есім кете трусидің ішіне қол салдым. Осы сәтте қыз оянып кетті. Мен қолымды алып үлгере алмадым.
Ол шап беріп ұстай алды. Төбеме мұздай су құйып жібергендей қаттым да қалдым. Қыз ұйқысырағансып, қолымды жібермеген қалпы шалқалай жатты. Менің қолдарым трусидің ішімен сырғи отырып, енді күнтимесінің тұсына келіп тірелді. Саусағымның ұшы қыз ұясының жұмсақ еті мен клитормен жалғасатын сызығын анық сезінді. Әккі қолдарым өздігінен қозғалып жатқандай болды. Сызығын бойлай сипалай бере клиторын уқаладым. Қыз ыңырсына бастады. Астындағы көрпесін умаждап, бір қолымен менің білегімді қысқанына қарағанда ұнап жатқан сияқты. Бір сәт саусақтарым қыз ұясына бірнеше мәрте кіріп шықты. Қыздың ыңқылдаған дауысы мені мүлде қоздырып жіберді. Бұты суланды. Дамира мені өзіне қарай тарта бастады. Қыздың төсегіне отыра бере, қыздың омырауына қол салдым. Көйлектің сыдырмасы жайлап ағытылды. Лифчик жартылай шешілді. Қыздың томпақ анары анық көрінді. Үрпісін жайлап тілмен қытықтадым. Қыздың етегін түре, бұтын талтайтып үстіне қондым. Шортиым төмен сыпырылды. Қыздың трусиін бір жаққа түрей берде тықтым. Қайқая біткен айғырым қыздың суланған ұясын бірден тапты. Қыз ыңырси бере көтеніме жабысты. Шала ашылған анарды қыса ұстап, асықпай қозғалып жатырмын. Изей қозғалған сайын қыздың даусы қаттырақ шыға бастады. Дереу бір қолмен қыздың аузын баса қойдым. Бір қалыппен алдыға ұмсына итеремін. Тар төсек ыңғайсыз болды. Қызды көтеріп алдыма отырғыздым. Анарын сора түсіп қозғалып жатырмын. Дамира изеңдей қозғалды. Осылай аңқылдасып жатқан кезде жоғарыда жатқан балымға көзім түсіп кетті. Оның көзін жұма шалқалай жатып, шортиға қолын салып астын уқалап жатқандай болды. Аз уақыт өткен кезде ыңырана бере Дамира бітірді. Көп ұзамай мен де бітірдім. Қыз үстімен түсіп, мүшеқапты шешіп жатқан кезде ұрланып жымиып жатқан балымды байқап қалған едім.